Жемқорлықпен күрес бүгінде қоғамда маңызы бар түйткілді мәселеге айналып отырғаны рас. Дерт еліміздің дамуына, экономикасының өркендеуіне даусыз кедергі келтіріп отыр. Бұл індет адамзат баласына жат қасиет екенін ұға отырып, арнайы сала қызметкері оны жою мақсатында белсенді күресіп, түрлі үгіт-насихаттық жұмыстарын жүргізуде. Сондай шаралардың бірі облыстық Нартай Бекежанов атындағы Қазақ музыкалық драма театрында өтті. Қалың көрермен назарына Қазақстанның белгілі жазушы драматургы Әділбек Тауасаровтың «Махаббат аралы» туындысы ұсынылды. Театр залы лық толып, ине шаншыр жер болмады. Оқиға табиғат аясына демалып жүрген бай дәрігер мен оның жас тоқалар арасында өрбіп, кенеттен омыртқасы ауырған хирург дәрменсіз болып қалады. Сол жерден оларға орманшы тап болып, көмек қолын созуға ниет білдіреді. Алайда қозғалуға шамашы жоқ азаматқа орманшы жігіт дөрекілік танытып, тегін көмек беруден таянып, ерлі-зайыптылардың ем-домына ақша талап етеді. Әуре сарсаңға салынған бай дәрігер ақыр соңында дәрі үшін жарын айырбастауға дейін барады. Орманшының жасаған құйтырқы әрекетінің басты себебі әйелін емдетуге барған кезде дәрігер одан қыруар қаржы сұраған. Соны ұмытпаған жігіт ақыр соңында кек алып тынады. Бүгін арнайы мемлекеттік қызметшілер және бюджет сала қызметкерлері үшін біз арнайы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қойылым өткізудеміз. Басты мақсат, өздеріңіз білесіздер, қазір мынау қоғамда сыбайлас жемқорлық мәдениетін қалыптастыру шаралары аясында қазір мемлекеттік қызметшілерді және мынау бюджет сала қызметкерлері болсын, жалпы алғанда азаматтар арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында қазір осында жемқорлыққа қарсы мүлдем төзбеушілік иммунитетін қалыптастыру және сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік деген мәселені бағытында қазір бүгін арнайы жемқорлыққа қарсы ұйымдастырылып жатыр. Жалпы жоспар өте көп. Шын айтса, біз жыл аяғына дейін осы сыбайлас жемқорлықты алдын алу бағытында бірнеше шара өткізуді жоспарлап отырмыз. Оның ішінде қазір біз түрлі санаттағы топтарға бөліп, сол санаттағы топтар бойынша біз алдағы уақытта тиісті жұмыс жасаймыз. Оның ішінде мынау санаттардың ерекшеліктеріне және жасына және де басқа да факторларға байланысты, яғни ескере отырып, яғни оларға әртүрлі сыбайлас жемқорлық алдын алу шаралар жүргізілетін болады.